Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжінің 2-ші курс студенті, Абайдың 375 жылдығының бұрынғы чемпионы Абдыраманов Арсланбек боламын. Ең алдымен өлең басталмас бұрын Абайдың 380 жылдығымен құттықтағым келіп отыр. Абай Құнанбайұлы, қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түстім ұртым. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі май боп еңбек ұртым. Бет бергенде шырайың сондай жақсы. Қайдан ғана бұзылды сартша сыртым. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді. Аузыңменен орақ орған өке қырттың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды. Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді, байлауы жоқ. Бір күн бұртың етеді, бір күн қыртың. Баспасына бей болған өңкей қиқым. Мінекей бозған жоқ па елдің сыйқылын. Өздерінен түзелер дей алмаймын. Өз қолыңнан кеткен соң, енді өз арқам. Ағайын жоқ, нәрсеген етер бұртың. Оның да алған жоқ па құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығын баққан жылқын. Бастамай қолдамалға талас қылған, көш сынасқан күндестік бұзау жұртын. Оңалмай ойда жүрсе осы құрттың, әр жерде ақ жазылмай ма жаның тырқын. Қай жерінен көңілге қуат қылдық, қырартылмас болған соң мізе қырқын. Ұғындырар кісіге кез келгенде, пыш-пыш демей, қалама ол дастыртын.